Кедейлік кармасы. Ақшаны есепсіз жұмсаудың салдары. Бір қызықты дерек. Көптеген буддистер кедейлік пен байлықты өткен өмірде жасаған жақсы немесе жаман қасиеттермен байланыстырады. Яғни, адам кармасына қарай бұл өмірде бай немесе кедей болады деп сенеді. Алайда, әйгілі бақсы көріпкел Кажеттаның айтуынша, адамның материалдық жағдайы оның ой-өрісіне, санасына, ақшаға деген қарым-қатынасымен тікелей байланысты. Ол өз сөзінде адамның санасы оның материалдық жағдайына қалай әсер ететінін айтып берді. Адамды кедей немесе бай деп бөлу үшін оның ақша жұмсау әдеттеріне, ақшаға деген қарым-қатынасына қарап тануға болады. Бай мен кедейдің ең басты айырмашылығы бай адамның ақшаны қалай жасау керектігін білуінде. Бай адамдар ақшаны мүмкіндік ретінде қарастырады, ал кедей адамдар ақшаны қалай табам деумен әлек болады. Бай адамдар ақшаларын өздеріне жұмыс ете біледі. Байлар ақшаның бір бөлігін инвестиция секілді пайдалы дүниелерге қойып, бір теңгесін 2 теңгеге айналдырады. Көріпкелдің айтуынша, бұл жағдайда үлкен проценттік табыстар тек бай адамдарға ғана жұмыс істейді, себебі олар өздері қойған 1000 теңгесін белгілі бір уақытта 10.000 теңгеге қылып шығарып алады. Нәтижесінде бай адам азаннан кешке дейін жұмыс істемей-ақ еселеніп түскен ақшасының есебінен өмір сүре алады. Негізінен байлар айлық алайын, ақша табайын деп емес, байлар өздеріне сол жасап жатқан жұмыстар ұнағандықтан ғана жұмыс істейді. Ал кедей адамдар ақша табуым керек, жеткізуім керек деген мақсатпен өмір бойы жұмыс істейді. Кедейлер ақша жинай алмайды, инвестиция, бизнес дегенді мүлдем түсінбейді. Ол 1000 теңгеге қарап, бұл кәдімгі 1000 теңге деп санайды. Осылайша, бір айлықтан екінші айлыққа дейін шықпа жаным шықпа деп өмір сүреді. Кедейлер байлардың бизнес жоспарын орындайды. Оған қарапайым мысал, кедей адам айлық алса, өзіне қажет болсын, мейлі қажет болмасын, түрлі заттарға ақшасын шашып, табысын бірнеше күннің ішінде жұмсап тастайды. Ал айдың аяғына дейін ақшасының ұшы да қалмайды. Кедей адамдардың ең жаман қасиеті өздерінде жоқ ақшаны жұмсауында. Яғни, кредиттік карталардың көмегімен қажетсіз заттарын сатып алып, қарыздан қарызға кіріп жүруі. Проценттік үстемелер кедейлерге қарсы жұмыс істейді, себебі олар алған қарыздардың үстіне тағы да ақша қосып береді. Көріпкел Кажетта сонымен қатар бай мен кедейдің қалай сауда жасайтынын айтып берді. Бай адамдар тек керекті заттарға ғана ақша жұмсайды. Мысалы, бай адамның үйінде сүт таусылып қалды. Ол дүкенге барып, тек өзіне қажетті болған сүтті ғана сатып алады. Басқа ештеңе алмайды. Сондай-ақ, бай адамдар көпшілік сияқты соңғы модельдегі телефондарға өз болмайды. Ең бастысы, ескі телефоным жұмыс істеп тұрса болды дейді. Бай адамдарды сән, соңғы трендтер мүлдем қызықтырмайды. Оларға әр заттың құны, бағасы қызықтырақ. Ал кедей адамдар өздеріне керектіні де, керек емес нәрсені де сатып алуға әуес келеді, тіпті өздерінің 5 минуттық қызығын, ләззатын басу үшін мүлдем қажетсіз заттарға қыруар ақшаны құртады. Мысалы, кедей адамның үйінде сүт таусылып, дүкенге бару керек болса, ол дүкеннен сүтті ғана емес, тағы да басқа қажетсіз заттарды да сатып алады. Кедейлер ертеңгі күнін емес, бір күнін ғана ойлап өмір сүреді. Кедейлер соңғы үлгідегі телефондарға, киім-кешектерге, трендтерге қатты әуес келеді. Бай адамдарға олардың үлкен табыстары оңайлықпен келмейді. Байлардың басты қасиеттерінің бірі ол тәуекелдерге бара білуінде. Мысалы, бір бизнеске ақша қояр кезде бай адам барлық тәуекелдерді таразылап барып, бір шешімге келеді. Ал кедей адамдар мұндай қадамдарға бара алмайды. Олар ұзақ мерзімдік жобаларға жоламайды. Кажеттаның сөзінше, ең басты байлық ол білімде жатыр. Білімді адам ақшаны да дұрыс жұмсайды. Көзі ашық болған соң инвестицияға да, кәсіпкерлікке де жақын болады. Ал кедей адамдардың оқуға, білім деңгейін жетілдіруге құлқы жоқ. Олар бір сәттік ләззатын ғана ойлайды. Кедей адамдардың басты кемшілігі жасанды өмір стилін ұстануында. Бай болмаса да, сырт көзге бай болып көріну үшін қыруар қарызға батып, жұрт мен жайлы кедей деп әңгіме айтпасын деп, жалған имиджін ұстап жүреді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.